Армысыздар, эфирде Дидар ақпараттық бағдарламасы, студияда Маржан Ғапсаттар. Алда көретіндеріңіз. Қарағандыға Қытай және Ресейден гуманитарлық көмек келді. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында аулаларды жарықтандыру бойынша жоспарланған 14 жобаның 7-і аяқталып үлгерді. Қалада 20-дан аса пәтер иелерінің кооперативтері көп қабатты үйлердің кіреберістерін дезинфекциялау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Өткен тәулікте облыста коронавирустық инфекция жұқтырудың 100 жағдайы тіркеліп, науқастардың жалпы саны 6544-ке жетті. Сондай-ақ тағы 65 жерлесіміз ауруды жеңіп шығып, жазылғандар есебін 4169-ға жеткізді. Ал осы уақытқа дейін бұл аурудан қайтыс болғандардың саны 75 адамды құрап отыр. Дүние жүзінде коронавирус індетінің тарауы елдер арасындағы байланысты нығайтты. Көп ел бір-біріне гуманитарлық көмек көрсетіп жатыр. Қазақстанға да бірнеше мемлекеттен көмек келген, алғаш болып Америка Құрама Штаттары көмек көрсеткен болатын. Енді міне Қарағанды қаласына Қытай және Ресейден гуманитарлық көмек келіп жетті. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпен Қарағанды облысының Сарыарқа адалдық алаңы және еріктілер СК формацияға түскен көмекті қабылдау үстінде. Ресейден жіберілген гуманитарлық көмектің ішінде медициналық киімдер, маскалар және 230 қорап коронавирус дәрісі бар. Ал Қытайдан келген медициналық көмектің ішінде 4500 дана медициналық көзілдірік, 9500 дана медициналық қолғап, 70 термометр, 5700 медициналық маска және 30 000 хирургиялық маска бар. Бұлардың барлығы Қарағанды облысының медицина ұйымдарында, яғни ауруханаларға жеткізілетін болады. Олардың осы ауруханаларға жеткізілуін сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, Сарыарқа адалдық алаңы жобалық кеңсесі және де еріктілер бақылайтын болады. Осыған дейін өзара қол ұшын беру аясында Қазақстанға бұған дейін де ақш, Қытай, Оңтүстік Корея, Жапония, Түркия және Израиль секілді елдерден түрлі көмек жіберілген болатын. Ал кеше ғана Катар елінен келген көмекті қабылдап алған. Алдағы уақытта Түркия елі көмек жібереміз деп отыр. Гүлім Маратқызы, Дидар телеарнасы. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында қаламызда тұрғын үй аулаларын жарықтандыру жұмыстары жүргізілуде. Жалпы мемлекеттік бағдарлама аясында биыл тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына қатысты 28 жоба қолға алынған. Оның 14-і жарық шамдарын орнату бағытына арналған. Соның бірі Бейбітшілік, Деев, Алашахан көшесіндегі үйлердің, яғни 4-ші, 5-ші, 6-ші ықшам ауданның аулаларын жарықтандыру жұмыстары. Қазіргі таңда 4-ші, 5-ші, 6-ші ықшам аудандарында аулалық жарық деректерін орнату жұмыстары атқарылды. Жұмыстар 50%-ға аяқталды. Осы айдың аяғына дейін толық жұмыстар аяқталатын болды. Негізі жалпы жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы бойынша 14 жоба қарастырылған, көшені жарықтандыру бағдарламасы бойынша. Оның бүгінгі таңда 7 жоба толықтай аяқталып іске қосылды. Қазір енді 4-ші, 5-ші ықшам аудандары жұмыстар жүргізілуде. Бұл яғни Алашахана, Анаркулова, Деева, Мира көшелерінде орналасқан ауладағы үйлердің араларына орнатылуда. Бүгінде 14 жобаның 7-сі аяқталып үлгерді. Атап айтсақ, Пристанционный елді мекеніне 177 жарық шамдар орнатылса, Гагарин, Тимирязев және Есенберлин көшелеріндегі айналма жол толық жарықтандырылды. Сондай-ақ Нұр Отан партиясы ғимаратының алдына жарық шамдары қойылды. Кеңгір мен Теректі ауылдары да бұл бағдарламадан тыс қалған жоқ. Ал жоспар бойынша тамыз айына дейін тағы 2 жоба аяқталады деп күтілуде. Ал жалпы 14 жобаның барлығы қыркүйекке дейін аяқтау жоспарланған. Аяқталмаған жобаларға сәйкес бүгінде оларда тиісті жұмыстар жүргізілуде. Онда Жезқазған Қарағанды тас жолымен 1-ші шағын аудан және Алашахан мен 91-ші орамнан Сәтпаев қаласына шыға беріс тас жолдарды жарықтандыру жобасы бар. Бұл жұмыстардың басым бөлігіне жұмыспен қамту орталығы арқылы жергілікті тұрғындар тартылуда. Танат Ысқақ, Майы Тұрсынғалиев, Дидар телеарнасы. Әлеуметтік желілер арқылы дәрігерлер халыққа онлайн кеңес беруді жалғастыруда. Бұл жолы Бексейітова отбасылық денсаулық орталығы індеттен сақтану жолдарын түсіндірді.
Түрлі ақпараттарға қарасақ, әңгіменің көбі қол жуумен үйде отыруға тіреліп жатыр. Мәселе сөйтіп оңай шешілсе, соншама адам жер шарында ауырып талайы көз жұмбас еді. Осы орайда тұрғындардың медициналық білімін, өздерін қалай сақтану керектігін айқындайтын жоба іске қосылды. Онлайн дәрігер Фируза Жампиевова Бексейітова отбасылық денсаулық орталығының бас дәрігерінің орынбасары. Дәрігер Инстаграм әлеуметтік желісі арқылы тұрғындар тарапынан жолданып жатқан сан сауалға жауап беруде. Ақпараттық түсіндіру жұмыстарында жүргізуді қолға алған. Фируза Жампиевованың айтуынша, әрбір тұрғын түрлі себеппен COVID-19 вирусын жұқтырып алуы ықтимал. Сол себепті де сақтану жолдарын жете меңгерген жөн. Ең бірінші әркім өзінің жеке басының гигиенасына қарау, содан кейін бетперде тағу, қолын жуу, сосын тамақ, мұрын қуыстарын даладан келгеннен кейін жай сумен болса да шайып отыру. Енді кей адамдар сұрақ қойып жатады, дене қызуы ғана көтеріледі, немесе түшкіреді, болмаса жаңағы иісті сезбей қалады. Сондай жағдайларда олар сразу барып біз анализ тапсырамыз, анализ тапсыруымызға бола ма деген сұрақтар қойылып жатады. Ол сразу бірден дене қызуы көтерілсе, немесе жаңағы бір күн жөтеліп, немесе жаңағындай бір күн иіс сезбей қалып, кеудесі ашып ауырған адамдарға ол бірден барып жаңағы анализ тапсыру, немесе компьютерный томографияға түсу, рентгенге өту, ондайдың қажеті жоқ. Ондай белгілері болған адамдар жаңағы өздерінің отбасылық амбулаторияларына хабарласып, сол жердегі оны мобильный группамен барып дәрігерлеріміз, жаңағы бригададағы адамдар көріп, өлшеп, қарап, содан кейін егер показаниясы болса, онда өзіміз жібереміз. Анализге тапсыруға жаңа үйден барып аламыз, керек болса жаңағы компьютерный томография соларға жібереміз. Бірден бүкіл адам барып, менде сондай болып қалдым, менде коронавирус деп, ондай анализ тапсырып оған барудың қажеті жоқ. Жаһанды жайлаған індет кезінде өзін-өзі оқшаулап, барынша сақтық шараларын ұстаған абзал. Адам жанының арашасы болған ақ халаттылар да өз кезегінде тиісті кеңестер мен мағлұматтарды беруде. Бұл ретте онлайн режимдегі қарым-қатынас орнату екі тарап үшін тиімді болып отыр. Мен қоса бүгінгі таңда коронавируспен ауырып жатқан, немесе олармен тығыз байланыстағы контактідегі адамдар, олар өздері жеке есепте тұрады. Ол адамдарға біз күніге 2 рет телефон шалып, жағдайын сұрап, сыртқа ешқайда шықпауларын талап етіп, үй жағдайында қандай ем керек болса емін айтамыз телефонмен, жоқ немесе жаңағы сақтандыру ережелерін айтып, түсіндіріп, күніге 2 мезгіл жағдайларын біліп тұрамыз. Бүгінде Бексейітова отбасылық денсаулық орталығында 6600 тұрғын тіркеуде тұр. Орталық қауіпті дертке күдігі бар науқастармен тікелей жұмыс істейтін арнайы бригада тобын құрған. Гүлім Мұратқызы, Нұрлан Исмайлов, Дидар телеарнасы. Дәл қазіргі жағдайда елдің еңсе тіктеуіне, ағайынның үрейден арылып қалыпты тіршілікке оралуына бүкіл қазақ елі жұмылып жәрдемдесіп жатыр. Тағы бір мысал, Теректі мен Түгіскен ауылдарының азаматтары ауруханадағы науқастарға ұлттық сусын жеткізіп, қолдарындағы бармен бөлісті. Қазіргідей қиын кезде қараша халық бір-біріне сүйеу болуда. Әсіресе ауылдағы ағайын аянып жатқан жоқ. Науқастардың иммунитетін көтеріп, өкпе ауруына қымыз ем болатынын естіген ел бірнеше жүздеген литр сусынды қала ауруханаларына үздіксіз тасып ақ жатыр. Тегін. Мысалы, күні кеше тағы 350 литр қымыз Теректіден келді. Осы қымызды ішкен адамдарға ауруын Алла шипасын беріп, аман есен жазылып кетуін Алла Тағала нәсіп етсін. Осы бауырларымыздың сауапты істері мол болып, Қазақстан халқына үлгі өнеге болып, міне жан-жақтан да басқа елді мекендерден де осы Жезқазған қаласындағы індетке қарсы көмектерін аямай жасап жатыр. Бұл қымыздың 100 литрі көпбейінді ауруханаға, 100 литрі қарттар үйіне, қалғаны көшеде халыққа таратылды. Одан өзге тағы 300 литр қымыз Түгіскен ауылдық округінен келді. Ауыл азаматтарының айтуынша, осындай көмек Теміртау қаласына, Нұра ауданына да жолданған. Қарағанды облысына 8 литр қымызды жөнелтіп отырмыз. Бүгінгі таңда соның 8 литрдің 500 литрі Теміртау қаласының дуб диспансеріне, 300 литрі Нұра ауданына, Жезқазған шаһарына 300 литр қымызды мына алып кеп отырмыз бүгінгі таңда. Соның 150 литрі көп салалы ауруханаға, және де 150 литрі инфекциялық ауруханаға
Коронавирус елдің күнкөрісіне әжептәуір соққы болды. Десе де бұл қиындықтан ел болып шығамыз деген ауыл азаматтары алдағы уақытта да осындай көмекті тағы қайталауға ниетті. Маржан Ғабсаттар, Нұрлан Исмайлов, Дидар телеарнасы. Қауіпті індеттің алдын алу мақсатында көп қабатты үйлердің кіреберістерін дезинфекциялау жұмыстары жалғасын тауып жатыр. Індеттің алдын алу үшін бұл залалсыздандыру жұмыстарының берер пайдасы мол болары сөзсіз. Сондықтан әр пәтер иелері кооперативі бекітілген кестеге сай көп қабатты үйлерде дезинфекциялау жұмыстарын атқаруда. Соның бірі Ақниет пәтер иелері кооперативі. Осы уақытқа дейін кооператив жұмыскерлері Халмецкий көшесі 48-50 мен Пушкин көшесі 3 және 5 үйлерді кіреберістерін дезинфекциялап келсе, енді міне Халмецкий көшесі 52-ші үйге келіп отыр. На балансе нашего КСК находится 40 домов. Біздің пәтер иелері кооперативінде 40 үй бар. Күн сайын дезинфекция жұмыстарын атқарамыз. Бізге жаңа жабдықтар берген. Бұл біз үшін өте қолайлы және тез жұмыс атқаруға мүмкіндік беріп отыр. Күніне 4 қабатты үйге дейін залалсыздандыру жұмыстарын жүргізудеміз. Жалпы елімізде төтенше жағдай жарияланғаннан көктемгі мезгілден бастап пәтер иелері кооперативінің жұмыскерлері мүмкіндігінше өз күштерімен залалсыздандыру жұмыстарын атқарған. Қазіргі эпидемиологиялық қиын жағдайға орай енді оларға қалалық тұрғын үй инспекциясы тарапынан құрал жабдықтарға көмек көрсетілді. Бүгінде осы жабдықтар арқылы жұмыстарын жүргізуде. Бір атап өтерлігі, бүгінде осындай көп қабатты үйлердегі залалсыздандыру жұмыстарын қаламыздағы 20-дан аса пәтер иелерінің кооперативтерде атқаруда. Тұрғындардың қауіпсіздігі басты мақсат дейді мамандар. Қанат Ысқақ, Мани Тұрсынғалиев, Дидар телеарнасы. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Жұма шілденің 17-сіне арналған ауа райы туралы мәлімет ұсынамыз. Жезқазғанда күн ашық, ауа температурасы күндіз +32 градус, түнде +25 градус. Қарағандыда күн ашық болады, ауа температурасы күндіз 27, түнде 18 градус, нөлден жоғары. Елордасы Нұр-Сұлтанда күн ашық, ауа температурасы күндіз +28 градус, түнде +19 градус.